Қалайсың балам? Аяқ берген несі? Ұмыт қалдыңыз ба не? Раз, два, три, четыре. Қалайсың? Амансың ба? Жағдай олы. Мен сен тұрған жоқпын, вообще келдіңіз ба? Иә, келдім мен. Оралдым балам. Өсіп кетсіге. Точно сіз ба? Точно мен қарап ал. Балам, мен жағып кеттім сені. Қалай үйші бар, аман сен ба? Жақсы. Қалай, кім бар үйде? Мама бар, келініңіз бар, папа бар. Папа? Ей, сіз келдіңіз ғой енді үйге. Мен ба? Басқа жайлап кеттім ғой мен жаманы. Жүрсеңіз, кірсеңіз үйге. Кіргенде ят болмай ма? Ят не үйіңіз ғой кірсеңіз. Кіргенде балам, әсейдің ашасын төлейміз. Ой, төлейміз пап, жүргізші сағып кеттім, ойнай бересіз, Мам! Папа келді, айдана! О, келін молодец, жарайсың. Барып бұйыртса, құдамен лично өзін танысып, тойды жасаймыз ойымнан. Той түркірет тұрып, құдамен барып, лично өзін таныспасам бар. Құдаң жоқ айналайын. Кетіп қалған. Кетіп қалса, ойбай иманды осым ойбай. Лондонға кеткен, Лондонда жұмыс істейді, сен кеп танысқаның әруағын күтіп отырма сенің. Ау мен деген нес? Жынды ба мұнау? Лондон деп айтпайсың ба, тірі адам жоқ бұл жерді қой. Келін кешірін, келін кешір. Құда қалса қолма жасы ұзақ болады. Берді. Ол деген мұна асылы бір мысық жүреді жоқ көрмейді осы да? Жоқ мысық. Мысықты асырағанша өзімізді асырамаймыз ба? Үрерге итіміз, сығарға бейтіміз жоқ. Мысық деп қояды, көмектесетін ешкім жоқ. Үмітші ма? Бұл айсы ба бір деген. Қош айналайын. Қашан кетесің сен жұмысыңа? Маған не қылды? Қазір келді ғой жұмыстан папа. Соң айтым да. Кейін адам алқымдан алып. Кетпейін болды. Жұмыс бітті. Құда қалсы осы ауылға кеп, ауылды көтерем анау. Қайып көкең бар ғой, сол екеуміз ақылдасып бір жұмыс жасаймыз бұйыртса. Стройка ғой сол, движение, уайымдама, мен келдім балам. Возвращение Кинг-Конга. Оралды. Кинг-Конг емес, орангутан. Сен бүйт кемек қойшы айналайын. Ертең тағы да ана бастығың түнде звондап жылап, ойбай мына жақта жұмыс қырылып жатыр, қайтадан кел деп сөйтсен, ойбай болмайды екен деп, одан мен ойбай қал деп. Мына жерде Санта-Барбара ойнауға мен шамам жоқ. Ертең жақсылап, ана неңді жуынып шайын дәретіңді алып алдағыны, бір киіміңді сыртқа шығармастан қайтадан тай жұмысыңа айналайын. Ой, мама! Не, мама, не? Ой, не болды? Сразу келе сап дастархан басында ұрыс шығар. Келіндеріңізден ұялмайсыздар ма? Кешіп қазір ғана келді ғой. Бір жыл бойы жұмыс істеп. Пақыр ғой сенің әкең. Жұрттар 15 күн. Болмағанда бір айда келсе сенің әкең бір жылда келеді. Сұмдық жұмыс істейді. Қалтасын көр, миллиондар шашырап атқан шығар. Не болды сонша? Дұрыстап та амандасқан жоқсыздар вообще. Қош кеттік айдана. Не тәрбие беріп жатсыздар бізге түсінбей. Ойнап жатыр қой, әзіл ғой. Айтшы Гүлжан. Ойнап жатыр, әзілдеп жатырмыз, Әзілдеріңіз біткесін келеміз онда. Айтсай, шешесі болып айтсай, әкесі болып мен тыңдамай тұр ғой. Шешесі болып айтсай. Қойшы осындай әзілдеріңді болмай қалған. Не үшін келдің сен? Не үшін келдің? Көк көлегім бар еді, соны ақ біту. Бүйтіп келгенше кемек қойын керек етсен. Шайымызды шай емес атау қылдың ғой. Алсайшы енді. Тоқта, мәні. Трактордың астында жата бергеннен қозың бәрі. Мә, шай ішіп отырсай. Құр бәдірін жей бермей. Зілпан, сен де қоңынан шай ішетін кім бар екен қоя? Күнде ішіп жүрсің ғой. Құр бәдірін жей бермей. Нан қозып жесе арасында ма? Нан қозып істедік қой. Араластырып. Өлі. Не болды? Тұз төгіп алдым. Не болды тұз төгіп алсың? Жинасай? Өлі, сен сонда тұз төгіп алғанда не болатынын білмейсің ба? Не болады екен ал? Өлі, сен сонда осы жасқа кеп тұз төгіп алғанда не болатынын білмейсің ба? Ой, білмеймін, айтшы, не болады ал? Ұрыс болады үйде, болды.
Ой, Зүлпан, бір осы уақытқа дейін бір ұрыспай жүрген адам сияқты, күніге құм шекер төгіп жүрген адам сияқты айтасың, Топастықтарыңды, Зүлпан, тұзға жаппаңдаршы топастықтарыңды. Менің айтқанымды тыңдасаң, үйде ешқандай ұрыс болмайды, түсінесің ба? Менің айтқанымды тыңдау керек та ол үшін. Көрдің ба, сен уже маған ұрысып тұрсың ғой, дың кетіп ше. Бекер айттың ғой, төгіп алдым деп, шашылған күйі тұра беру керек еді. Неге ашытпашы, Зүлпан, болды. Шақырына балан шайға. Кісілікта жүр ғой, келеді кәз. Айттық қой жаңа. Бірін бірі, екісін. Асылбек, осы папа мен мама баяғыдан сөйтіп сөйлесе ма? Жоқ, ондай емес еді негізі. Или папа жұмыста кезде осы мамамен ұрысып қалды ма екен? Білмеймін. Негізі сен ше, папаға вообще ұқсамайсың ғой? Мамаға ұқсаймын ғой негізі. Жо, мамаға ұқсамайсың. Мен кімге ұқсаймын? Тәуекел Муслимге ұқсайсың. Не? Бойларың ба келеді? Асырап алған ғой мені. Асырап алған несі, қумашасың. Сондай шығар. Біләл, балам, өйстіп отыра бересің бір бөлмеде, Біләл енді. Жүрші далаға шықшы, айналайын. Әкең шайға шақырып отыр, жүрші шықшы. Ішпеймін шай. Сіздердің алдарыңызда өзімді кінәлі сезініп отырдым мен. Еш нәрсе қылмайды енді, келесіде сабақ болды да, қайталамайсың да енді келесіде. Жүрші шықшы ол енді, Біләл. Бір бөлмеде қамалып отыра бересің бе өйстіп? Азып тозып кететін болдың ғой. Жүрші, шықшы. Сен обедке деп мен сорпа істеп қойдың, ішпедің. Ет асып қойдым, жемедің. Палау істеп қойдың ғой, оны да жемедің ғой. Обедке 3 тамақ істеп қойдың ғой, саған бола. Жүрші енді, Біләл, азып тозып кететін болдың ғой. Осындай сорлы балаларыңыз болғаның үшін кешірім сұраймын мен. Аштық жарияладым өзіме мен. Болды енді, болды. Келесіде қайталамайсың енді. Болды, жүрші. Болды, ешнәрсе қылмайды. Жүр енді. Барбаймын шай қылып. Сіздер просто менің душамды түсінбейсіздер. Немде бәле ол, бір емес, екі емес. Душам анау мынау аштық жарылайын бір нәрсе деп. Бол енді. Мен саған шетелдің мамасы емеспін. Алдыңа келіп жон деп еркелеп тұра беретін. Шық енді бол тез-тез. Бір емес, екі емес, аштық жарылайын, душам аламау деп қояды ғой. Жүр бол тез, қамалып отыра бересің ба? Азып тозып кетесің. Жүр. Шық бол тез, әкең шақырып отыр. Болды ка, бара. Бол. Бара тұрмын. Бол тез, бол. Е. Шекпедің ба? Жоқ. Денсаулыққа зиян. Не үшін деймін де, неге? Не үшін алып қашып кеттің? Ұзатып, құданың алдында бір көрсетіп, алып кетедік қой. Күтпейсің ба мен? Ой, папа, сізді күтетін болсам, біраз қалып кетейін деп тұрмын ғой. Класстастарым итак үйленіп алған, уже барлығы бір-екі бала шағасы бар. Класстарым қалып кетіп тұрсыңыз ба? Үш баласы бар, қатына болмайсың ба? Класстарым өсіп кетесің. Осындай әзілдеріңді сағындың ғой, папа. Көп қой енді. Қоя, серьезно сөйлесейік. Уайымдама балам. Бұйыртса той жасаймыз. Дүркіретіп құданы шақырып, кәдімгі бір-екі жоғары столға отырғызып, тамадан жалдап, кәдімгі Асылбек бақытты болсын дейтіндер жаңа 10 қолды көтереміз. Кімдер бақытты болсын дейді, сол қолды көтереміз деп бар ғой. Ондай тамада керек емес бізге. Бізге серьезный тамада керек. Бірақ ше, той болғанда ойлап отырық та, сол тойға құртқан ақшаны шығын қылмай, Айдана екеуміз шетелге барып демей алып қайтсақ па деп отырық. Жақсы. Шетел жақсы. Қазір креатив қой, жастардың бәрі шетелге барады ғой. Иә. Дубай, Анкара, Турция, қай жаққа? Ташкентке барып келсек па деп отырық қой. Ташкент. Ташкент матырған жер ғой.
Күнде барып отырсың ғой. Чернявкада өтсең, ассалаумағалейкум десең өзі айдар ғой. Қой балам, той жасаймыз. Тұрып етіп, үлкен қылып кәдімгі тойханаға адам бәрін шақырып, 6-ға шақырамыз, жұрттың бәрі сол сағат 8:30-9-да келеді. 9-да тойды бастап, зорға өткіземіз, уайымдама. Бопты ғой. Мен келдім ғой, главный, балам. Еш уайымдама. Ойлап жатырмын да, үсті квартира көшіп қойып жүре береміз ба? Мен үйлендім, ертең немерелеріңіз болады, үйге әрекет жасамаймыз ба? Үй салып, жер алып, кішкене. Негіз дұрыс. Балам, уайымдамашы. Мен келдім. Құда қаласа жерді аламыз, үйді де саламыз. Біз әлі үлкен бақытты семья боламыз. Рахмет болды Құдай қаласа. Құда қаласа. Келең зор болды ғой. Не болды Гүлжан, настроениең жоқ қой? Тыныш па? Зүлпан келді. Кім келді? Кім келді? Қызылордадан қонақтарын келіп қалды ма? Әзілдеп тұрған жоқпын мен. Өткенде айттың ғой сен, нағашыларың келеді Қызылордадан, соны күтіп алу керек деп. Күйеуім келді, Қабыл. Өлә. Айуан 1 жылдан кейін кеп тұр ма? Қара бет десе қалай кеп тұр ол, ұялмай, масқара. Асылбек не деді? Келін не дейді? Асылбек білмейді ғой. Екеуі тұрды да кетті. Айуан десеш, еркектердің барлығы бірдей ғой негізі. Тойыңа да келген жоқ, басқаңа да келген жоқ. 1 жылдан кейін қалай ұялмай келіп тұр ол, қара бет десе. Ана біздің үйдегі де оңып тұрған жоқ. Негіз еркектердің барлығы бірдей ғой негізше. Біздің үйдегі өткенде көрдің ғой, сыйлық берем деп ана қызбен жымыңдасып, деп ана жерде тұрды тағын. Мә, сыйлық та жоқ, басқа да жоқ, алған да жоқпын сыйлықты. Одан кейін анау трактордың астында жатады да сол ше. Зүлпан, Ау? сен қайып пен аштықты да тоқтықты да бірге көрдің ғой. Қасыңнан бір ел кеткен жоқ қой. Жылғасаң да сықтасаң да айтатын адамың бар. Менше сен қайыпты трактордың астында жатады деп жазғырма. Мен байым құсап басқа бір қатынның қасында жатқан жоқ қой. Мен қалай мен бір дастарханда отырып мен онымен шай ішем, айтшы. Тұрдым да кетіп қалдым жаңа. Дым білмеген адам құсап шай ішіп сөйлесе берем, айтшы маған Зүлпан шешімін, айтшы. Қалай жүріп отырмын мен досым, тас түскен жеріне ауыр дейденше. Бұндай кезде не айтатынын да білмей қалады кезінше. Асылбектен жасырып жүре берем бе мен сонда? Білмеймін ғой, енді барынша әйтеуір бір нәрсе айту керек қой енді. Қабыл кеп па? Иә, айуан десеш. 1 жылдан кейін келген ғой жексұрын. Менің подружкамның жүрегін ауыртып. Сен не дедің енді Гүлжанға? Екеуінің арасына от саған шығарсың сен. Сен мамандың ғой сол. Қайта екеуін татуластырмайсың ба наоборот? Қайта татуластырасың? Ондай кезде не айтатынын да білмей қалады екенсің. Ол да қуа деген, аяз тоқсап жылына 1 мәрте келіп, Гүлжанның үй проходной двор ме оған кіріп шыға беретін. Негізше сендер еркектер барлығың бірдейсіңдер ше. Нең бар біреудің семьясында? Мысалға біздің семьяда сондай жағдай болса. Қандай жағдай болса? Мысалға мен басқа қатынап, біреу кеп татуластырайын деп атса, сен по-любому мен жақсы көресің ғой, сен кешіресің ғой, сен дұрыс па? Тура сондай жағдай болса бар емес па, я? Қазір сен пешенбілігінде отыратын ек палау жеп. Не айтып тұрсың? Не айтып тұрсың? Чапайып? Айуан десеш. Зүлпан. Не? Ят болады. Ертең ана немерелер бар, неменелер бар, келіні бар, баласы бар. Татуластырайық та ят болады ғой. Қабыл жаман жігіт емес. Қойш. Қабылың жаман жігіт болмайтын болса, 1 жылда бір рет келмейтін еді ғой. Ят болады деп сендер ше осы қазақтың бүкіл келіндерінің мойнына жүкті артып қойып, бұл бишараларды өлтіретін болдыңдар. Ят болады деп. Нешені өздайым мен, еш нәрсе білмеймін. Подружкам жақтам араласпаймын да, татуластырмаймын да, өздері шешіп алсын. Біледі ғой, өздері басы бар. Алло, Гүлжан.
О, Қабеке, қош келдіңіз. Кешке жағынша бір көңіл көтеріп, ой сергітіп, Өзіміздің Шайгүлана кафесіне барып, өзіміздің любимый местамызда бір көзге бір фарш. шашликпен сыр ашып, баяғы әңгімелерден жібермедік па? Онда кеш сағат 7-те Шайгүлана кафесінде күтемін. Зүлпан, келдім ғой, мен жоқсың ғой. Мына жерге гүлі сеуіп бірдеңе қылып тастаған ғой, точно 9-шы кабиннен бердің ба? Келе жатсың ба? Тез-тез кесейін, енді мен кеп қойдым ғой. Заказ бере беремін шашлик. Беріп қойдың ба? Босайын, суып қалады ғой. Боша тез-тез. Бұл жырап, не қып жүр? Өзі айтып ал. Ойбай, мынаны тазалайтын бір официант болса. Қайып, үші кет ма? Зүлпан шақырды мені. Қандай қайып? Қайыптан мені шақырды осы. Қайыптардың тірлігі ғой му? Жан. Не болды? Жоқ, мен түсінбеймін. Қабыл, сен қай бетіңмен келдің? Ақыры осындай жағдай жасап берген екен. Үйде сөйлесе алмаймыз ғой балдардың көзінше. Ашық сөйлесейік. Мен де соны айтқым келген негізі. Айтшы. Жоқ, сен айт, мен тыңдайын. Не бар ойыңда? Мен мысалы қанша рет сен келіп кеттің? Мен сол точно келдім. Жоқ, есебін білесің ба? Айтшы маған, қанша рет сен үйге келіп кеттің? 6. 7 рет. Сен есебін де білмейсің ғой. Гүлжан, кешірші мен. Менің қай жерім саған жақпады? Мен саған жақсы әйел бола алмадым ба? Айтшы. Қанша уақыт бірге тұрған барлық қиындықтарымызды сен айдаладағы біреуге ауыстырып жібердің, сен қабыл білесің ба? Баламыздың несібесіне деп жинаған ақшамыздың барлығын сен барып басқа әйелге үй алып бердің. Сен менен қандай жауап күтесің менен? Айтшы. Мына балаңа берген тәрбиең осы ма? Бір ғана бала туып бердің, маған 10 бала керек. Ертең менің артымнан ұрпақтарым көбею керек. Ал, 2 жыл болды сен келіп кетіп жүргеніңе. Кәні бала? Қабыл Құдай да көріп тұр, кімнің қандай екенін, кімге баланы беру керек екенін, кімге баланы бермеу керек екенін біледі. Осы күнге дейін мен сенің шешеңе қарсы сөйлеген жоқпын. Қарындастарыңа, бүкіл бауырларыңа, бүкіл қызметімді жасадым, сенен бір рахмет болды ма? Кешірші Гүлжан. Үйлендік. Оқиын дедің, оқытпадың, өзім асырайын дедің. Жұмыс істейін дедім, ең болмаса бір жерді жуып жұмыс істейін дедім, жұмыс істеткен жоқсың. Тастадың, кеттің, сенің абыройыңды ойлап балаңа мен әлі күнге дейін сенің атыңды жаманатты қылған жоқпын.
Әлі білмейді сенің істеріңді, әлі білмейді. А сен кеп кешір, күліп, өмір саған сайқымазақтың сахнасы емес. Мен де сен де мәңгі тұра бермейміз. Шақшырдай басым шарадай болып кетті, шын айтайын Гүлжан. Кешірші мен. Маған ештеңе айтпа. Киімдеріңді ал да, үйден тайып тұр. Мен көргім келмейді сені. Сол бақытты күн кешем деген таңдаған адамыңа бара бер. Босатам сен. Қиналмайсың енді. Барғың келмесе, ауылыңа қайт. Әке шешеңнің қолында келін жоқ. Көзі қарайып отыр. Қарттықтарын кімге тапсырарын білмей. Гүлжан. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліммен сырласу, өмір заңы екен ғой, кездесу мен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің, басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін, жанарыңда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Енді маған сен бір елессің,